Сот басталды. Бізде бүгінгі ісіміз инженерлік қателік және де жауапкершілік болып табылады. Бүгін біз тек сөзді емес инженерлік шешімдерді бағалайтын боламыз. Бізге әрбір есеп, әрбір жоба өте маңызды. Келесі кезекті прокурорға берілген келіп тұр. Сотталушы Мұсағали Бақдәулет Азаматұлы, жас инженер, жобадағы талаптарды дұрыс сақтамағаны үшін сотталып отыр. Міне дәлелдер. Мен енді тек осы жобаны ертерек жылдамырақ аяқтағым келді ғой. Құрметті сот, бірақ әрбір инженерлік жұмыста біздің ол әрбір шешім, әрбір қадам ол болашақ ғимараттың қауіпсіздігіне әсер етеді. Осыны есептеуді сұраймын. Так, құрметті сот, біріншіден жобада есептеу толық жасалмаған, ал екіншіден құрылыс материалдарының беріктігі дұрыс тексерілмеген. Үшіншіден қауіпсіздік нормалары толық сақталмағанын қарап отырмыз. Осыны есепке алсаңыз. Мен келісемін онымен, себебі біздің жұмысымыздағы әрбір кішкентай қателік ол үлкен бір қауіпсіздік зардап етуі мүмкін. Сондықтан әрбір есеп маңызды болып саналады. Мен енді тек уақытымды үнемдегім келді. Осы жобаны тезірек әрі жылдам аяқтау үшін. Бірақ алдағы есептерді кейін тексеремін деп ойладым. Құрметті сот, инженерлер тәжірибелі жұмыс барысын алады. Ол жұмыс барысында қателікті жібермеу мүмкінсіздік деп ойлаймын. Сондықтан сол қателіктерді дұрыстап, ескере отырып, болашақта сол опытты алу керек деп ойлаймын. Айыпталушы, сіз еркін шешім қабылдай аласыз, бірақ оның жауапкершілігі кімде болды? Демек, инженерлік жауапкершілікті, сенімділікті осы қателіктер арқылы алатын болсам. Мұсағали Бақдәулет, сіз егер инженер болсаңыз, неге сіз толықтай осы жобаның қауіпсіздігін қарамадыңыз? Құрметті сот, енді бұрында тек қана осы жобаны жылдамырақ тезірек аяқтайтын ойлайтын, бірақ енді осыны ескере отырып, инженерлік қателіктер адамның өміріне қауіп келтіреді екен, соны енді біліп отырмын. Құрметті сот, дәл сол себептен инженерлердің жауапкершілігі өте жоғары деп ойлаймын. Сондықтан инженерлік басты міндеті ол қауіпсіздік пен сапа болып саналады. Сот шешімі, инженерлік білім бізде бұл үлкен мүмкіндік. Бірақ жауапкершіліксіз инженерлік шешім бұл қауіп. Айыпталушы Мұсағали Бақдәулет, сен әрбір жобада қауіпсіздік пен дәлдікті бірінші орынға қоюың тиіссің. Сотты жабық деп жариялаймын. Жарайды, енді есептерді толықтай тексеремін. Инженер жұмыста тек білім емес, бұл үлкен жауапкершілік болып саналады. Прокурор ретінде айтайын, қауіпсіздік бірінші орында.